Құрметті көрермен, сізге сайыс, турнир, чемпионат десе есіңізге не түседі? Футбол? Жоқ. Әзберген хан ұйымдастырған күй тартудың жарысының қасында бұл футбол әншейін баланың ермегі болып қалады. Ол турнир туралы сәлден соң айтып береміз. Армысыз, құрметті көрермен. Біз бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Бұл вақиға 19 ғасырдың екінші жартысында Қоңыратта болған. Қарадан шығып хан атанған Әзберген мұңайтпас ұлынан басталады. Ол кіші жүз шекті руы қазақтарының патша үкіметіне қарсы көтерілістерін ұйымдастырушылардың бірі әрі батыры болған. Әзберген хан 1855 жылы Есет Көтібарұлымен бірге Елек өзенінің бойында патша үкіметін жақтаушы Сұлтан Арыстан Жантөренің жасағын қиратып, өзін өлтіруге қатысқан. Кейін өкінішке орай 1858 жыл қыркүйек айында көтерілісшілер түбегейлі жеңіліп, көтеріліске қатысқандар жаппай жазалау басталады. Ауылдар, дүние мүлік, отаршыл орыс жендеттерінің талан таржысына түседі. Олар үйлерді өртеп, бала-шағаны қырып, әйел қыздарды зорлап, қарттарды қорлайды. Кейіннен бұл туралы Лондондағы Колокол журналы күйзеле жазады. Жүздеген адам атылып, біраз адам ібір-сібірге жер аударылады. Үстіртте Әзберген мен Есет екі айырылады. Ағасы Есет батырдың шешімі бойынша жазалаушы отрядтан аман қалған адамдарын ертіп, Әзберген жастайынан жақсы білетін Хиуа хандығына шегінеді. Өйткені бұл қолда бар азаматтарды аман сақтап қалудың жалғыз жолы еді. Қоңырат қайтадан Хиуа хандығының қолына өтеді. Алайда бұл кезде түрікпендердің шапқыншылығынан әбден әлсіреген Хиуа хандығы Қоңыратты еркін билеп кете алмады. Көп ұзамай Әзберген Қоңырат тағына отырып, дара билік жүргізеді. Өз сенімділігін көрсету мақсатында Хиуа ханы Әзбергенге Қоңыраттың маңынан қорған бақ сыйлайды. Бар қызық сол бақшада басталады. Әзберген хан сол бақшада дүбірлетіп күй тартыс ұйымдастырады. Ол 19 ғасырдың екінші жартысында үлкен домбыра сайысының бірі болатын. Бұл хабар Қазанғаптың құлағына жем бойында жүргенде жетеді. Өйткені Қазанғап жем бойында тұратын атақты күйші Құрманиязды арнайы іздеп барған болатын. Ол кезде жем өзені жиі тасып, бүкіл елді үлкен күйзеліске ұшырататын. Қазанғап Құрманияз ауылына келгенде өзеннің тасып жатқан кезі болатын. Табиғаттың дүлей күші ырық бермей, Құрманияз ауылының белді адамдарының бірі Манатау деген кісінің баласы суға кетіп, әбігер болып жатқан ел жұрттың үстінен шығады. Бүкіл ауылды күйзелткен бұл уақиғаға Қазанғап жем суының тасқыны деген күйін арнайды. Бұл күйін Құрманиязға орындап бергенде ол: «Қарағым Қазанғап, бұл жем өзені жаз бойы ауылымыздың құты, көктемде ауылымыздың жұтына айналады. Қалың қар тасып, өзен толастаған кезде жем бойында отырған бүкіл ауылды әбігерге салатыны бар. Бұл тартқан күйін кездесуіміздің куәсі ретінде ұрпақтан ұрпаққа қалатыны сөзсіз. Өркенің өссін» деген екен.
Қазанғап Құрманияз ауылында біраз уақыт болады. Күш келді деген хабар бүкіл ауыл аймаққа тез тарап кетеді. Қос өнерпаздың өнерін тамашалау үшін Құрманияз үйіне халық ағылып келіп, оның үйі үлкен өнер жәрмеңкесіне айналады. Келген қонақтардың бірінен кейін бірін тікесінен түк жүріп, қабақ шытпай, жайдары қабылдап жүрген Құрманияздың әйеліне Қазанғап әбден риза болады. Әйелінің байсалды мінезіне, ақ жарқын көңіліне, шынайы көркі мен қонақ жайлығына, сый құрметіне риза болған Қазанғап Бұраң бел атты күйін арнайды. Қазанғаптың бұл күйіне риза болған Құрманияз күйшіге ақ батасын беріп, үстіне шапан жауып, үлкен қошаметпен жолға шығарып салады. Қазанғап болса тор атына мініп, оған қамшы басып, қоңырат қайдасын деп жолға аттанып кетеді. Арада қаншама күн тастап, Қазанғап Қоңырат еліне де келіп жетеді. Күй тартысына Қазанғаппен бірге Әлімнен Тоғызбай, Табын руынан Дүкенбай, Шөмішті Табын руынан Рах, Төртқара руынан Емберген, Қабақ руынан Тарпан, Қарабас руынан Қожай, Қаражон Табын руынан Мәңке, Елбай руынан Беркәлі сияқты сол кездегі елге белгілі күй тарландары қатысады. Бұл тартыстың қазылығына елге танымал атақты күйшілер Қаналы төре, Төреш, Орынбай, Қаратөс Аймағамбеттер арнайы шақыртылады. Тартыстың шарты бойынша әрбір күйші 62 ақжелең деп аталатын топтама күйлерді ойнау тиіс болатынды. Сол заманда домбырашылық өнердің ізіне түсіп, өзін күйші санайтын әрбір орындаушы 62 ақжелең күйлерін меңгеріп, орындап шығу шарт болатын. Қазіргі музыка тілімен айтқанда шеберлік мектебі деп айтуға болар еді. Мұның өзі сол кездегі күйшілік өнердің өз алдында кәсіби деңгейге көтерілгендігін айғақтай түседі. Әрине, ақжелеңнің қаншама күйлері кезінде жазып алынбай, ұмыт болып, кәрі құлақ күйші ақсақалдарымызбен бірге құрдымға кетті. Дегенмен, ақжелең күй керуеніне өз үлесін қосып, Ұзақ, Құрманғазы, Дәулеткерей, Еспай сынды көптеген күйші композиторлар өз ақжелеңдерін шығарды. Күй сайысы да басталады. Қазанғап 62 ақжелеңді орындаумен қатар, осы күй керуенінің күй шақырғыш атты бірінші күйіне сірке қондырып, аяқ жағына жаңа тақырыпты бөлім қосып, күй желісін байытып, өзіндік орындаушылық өрнегімен мәнерлеп тартады. Көне көз домбырашылардың айтуы бойынша, күй шақырғыш күйі 62 ақжелең атты күй керуенінің көш басшысы бірінші күй болып саналады. Сондықтан бұл күйді домбырашылар кейде күй басы немесе көш басшы деп те айтып тартады. Күй шақырғышты дұрыс тарта алмаған домбырашы ақжелеңнің келесі күйлерінде өз деңгейінде орындай алмайды екен. Қазанғаптың осы тартыста тартқан күй шақырғышы өзінің ұстасы Шүйт Орынбайдың нұсқасы еді. Қазанғап оны байытып, сірке қондырып тартады. Осы сірке қондыру деген сөздің мағынасын Қазанғап мұрасын жалғастырушы Бақыт Басқараев ағамыздан сұрағанымызда, сірке қондыру мағынасы әдемілеу, мәнерлеу деген ұғым. Әсіресе зергерлер білезік, сақина, алқа сияқты күміс бұйымдарды әдемілеп безендіру дегенді білдіреді. Яғни қарап отырсаңыздар, міне ноқаттап зергерлер осы күміс алқа білезіктерді жасаған кезінде осы зергерлер мұнан сіркелеу немесе сірке қондыру дейді. Ал музыка тілінде айтар болсақ, вариация, импровизация,
интерпретация деуге болар еді. Сөйтіп, өнер саңлақтарының арасында Қазанғаптың мерейі үстем болып, бас жүлдені иемденеді. Осы тартыстан кейін Қазанғаптың күйшілік даңқы бүкіл батыс өңіріне тез жайылып кетеді. Осы кезеңде Қазанғап Құрманбай деген байдың Ақжелең атты сұлу қызына ғашық болады. Бірақ бай Қазанғап сияқты тақыр кедейге қызын бермеймін деп, үлкен бір байға, қалың малға қызын сатып жібереді. Қазанғап Ақжелеңді көпке дейін ұмыта алмай, ақырында жан толқытар сезімін Қыз Ақжелең атты күйімен өрнектеп кетеді. Ақын Болат Теміров Қазанғап туралы жазған поэмасында бұлай келтіреді: саған бермей бай манаптың бар малын, сар далада күйіңменен сарынадың. Жас едің ғой, албырт едің онда сен, Ақжелеңдей қыз еді ғой арманың. Төксең дағы көз жасыңды егіле, байдың қызы кедейлердің теңіме, бөлек еді ау Ақжелеңнің жүрегі, басың дейіп бармадың сен егіле. Бертін келе Ақжелең күйлері Қазанғап шығармашылығының негізгі өзегіне айналады. Ал Қазанғаптың елге атағы жайылып, күй сайысында жеңіске жетуіне себепкер болған 62 Ақжелеңнің бірінші күйі күй шақырғыш Ақжелең болатынды. Қадірлі көрермен, бұл шығарылымда күй тарихын толығымен сипаттап бердім ғой деп ойлаймын. Олай болса, келесі кездескенше аман саулықта болайық.